Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі жұмсақ келетін банановый кекс жасаймыз. Бізге ең алдымен шекер мен жұмыртқаны араластырып алу керек. Міне біз жұмыртқа мен шекерімізді араластырып алдық. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып және тағы араластырып аламыз. Енді бізге 2 бананды алып, осылай вилкамен езіп аламыз. Бананымызды езіп болған соң оны да саламыз және үстіне ванилин салып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң ұнымызды 2 бөліп салып аламыз. Міне барлығын араластырып болдық. Бізде осындай масса болып келеді. Енді осыны біз любой өздеріңіздің үйлеріңізде қандай форма бар, соған салып пісіріп алсаңыздар болады. 180 градуста 40-45 минут пісу керек. Міне біздің банан кексіміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.